Сәлем достар, бүгін біз сіздермен картоп қуыратын боламыз. Ол үшін бізге ет, картоп, пияз, қызанақ және болгар бұрышы, сосын кішкене сельдерей және сәбіз қажет. Алдымен қыздырған майымызға етімізді осылай қуырып аламыз қызарғанша. Содан кейін үстіне пияз бен сәбізді салып қуырамыз. Етім қуырылып жатқан кезде мен осылай пиязымды, сәбізімді және картоп, қызанақ барлығын турап алдым, дайындап, содан кейін бастап қуырдым. Пиязымыз бен сәбізімізді етпен араластырып, осылай жақсылап қызарғанша қуырамыз. Одан кейін үстіне болгар бұрышы мен қызанақты салып, және сельдерейді салып, осылай қуырамыз. Осылай жақсылап қуырып болғаннан кейін үстіне картоп саламыз, және картопты жақсылап қуырамыз. Үстіне картоптың үстіне тұзды ұмытпаңыздар. Тұзды салып осылай қуырамыз. Кішкене қуырып болғаннан кейін үстіне жарты кесе су құйып, картошкамызды жарты сағатқа бастырып қоямыз.